Өскемен қаласының қарапайым тұрғындары жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесе отыра, тұрмысы төмен отбасының балаларына көмектесуге білек сыбана кірісті. Крупская атындағы мектеп-интернаты олардың алғашқы мейірімін төккен жерлеріне айналды. Толығырақ тілші баяндайды. Барлық бүлдіршіндердің балалық шақтары жағымды сәттерге толы болу керек. Әркім бақытты болуға лайықты. Ал Өскемен қаласында балалар үйімен қатар тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға арналған мектеп-интернаттары да аз емес. Оларға мемлекет тарапынан жан-жақты көмек көрсетілетіні анық, және ол қалыпты жағдай. Ал бүгінде Крупская атындағы мектеп-интернатындағы оқушылар үшін нағыз мереке. Себебі оларға деген сыйлықтары мен мейірімді жандар қонақ болуда. Никогда не занимался этим, но почему-то вдруг захотелось вам помогать. Вас таких, немало в нашем городе. Өскемен қаласының қарапайым тұрғыны екі баланың анасы Эрмине Арутюноваға жағдайлары төмен, психологиялық және материалды көмекке зәру бүлдіршіндерге көмек жасауды өз қолына алу ойына келді. Затем мы вышли в соцсети. Біз әлеуметтік желілерде балаларға көмек жайында хабарлама жаздық. Ол бір тәулік тұрғанына қарамастан 300-дей адамды бейжай қалдырмады. Барлығы тоқтаусыздан түрлі киім-кешек, азық-түлік, гигиеналық заттар әкелді. Біздің бүгінгі алып келгеніміз жиналғанның тек жартысы ғана, яғни мейірімді адамдар бар және аз емес. Ағымдағы айда аталмыш мектеп-интернатының екі бірдей оқушыларының туылған күндері болғандықтан, жәрмеңкені ұйымдастырушылар олардың көңілдеріне екі есе қуаныш сыйлағандай. Айта кеткен жөн, оларға табыс етілген сыйлықтар да өз еркімен көмек білдіруші мейірімді жандардан болып табылады. Біз осындай тосын сыйды күтпедік. Жай ғана құттықтау сөздерін қабыл етеміз деп жүргенде, бұл шынымен де нағыз мерекеге айналды. Хотим сказать людям, которые нам подарили подарки, большое спасибо. Бізге сыйлық жасаған адамдарға үлкен алғыс білдіреміз. Біз үшін бұл үлкен тосын сый болды. Эрмине Арутюнова бастаған мейірімді жандар осымен тоқтамай, қаламыздың барлық интернаттары мен балалар үйін жүйелі түрде аралап тұратындықтарын жеткізді. Ал жергілікті полиция қызметкерлері азаматтардың кез келген жақсы бастамаларын қолдамақ. Я считаю, что это очень хорошая акция. Бұл өте жақсы жәрмеңке деп білем. Өзінің жалғасын таба берсе деген тілегім де бар. Біздің қалада басым бөлігі жастардан құралған мейірімділер көптігінің арқасында бәрі де жақсы болады деп сенемін. Алия Аубакирова, Ерлан Сарманов, жаңалықтар.